Қайырлы күн, күндеріңіз сәтті өтсін. Балық қорудың жалпы әдісі көп. Бүгін сіздермен клярмен қуыратын балықтың әдісімен бөлісетін боламын. Балықтарды жақсылап тазалап жуып аламыз. Бір-ақ рет жусаңыздар жеткілікті. Тұздап осылай орталарынан бөліп алдым. Менде әртүрлі балықтар. Енді керегінше ұн мен сарыағашымызды алып, екеуін жақсылап араластырамыз. Осындай газ сияқты шарик-шарик болады, жақсылап араластырамыз. Барлығы толықтай араласқаннан кейін осындай сұйықтау видеодағыдай болып шығады. Осыған балықтарымызды бір малып алып қуырамыз. Өте дәмді болып шығады. Чекеннің сырты сияқты болып. Мен картоптардың сыртын жақсылап жуып, бірден тұз салып асамын. Балықпен бірге ортасынан бөліп қуыратын боламыз. Сол кезде балықтың қасында әрі сәндік, әрі өте дәмді балдарға бергенге. Картоптарымыз міне осындай бос жерлеріне картоптарды салып қуырамыз. Балықтарымыз күйіп кетпейді. Қатты отта осындай қып-қызыл әдемі болып шығады. Майымызды жақсылап қыздырғаннан кейін клярға батырып осылай қуырып аламыз. Өте дәмді болып шығады. Міне екінші партиясын осылай көрсетіп жіберейін. Астыңғы беті қыздырған кезде алмастырамыз. Балықтарымыз қатты майлы болып кетпес үшін майынан жұмыртқаның коробкасына осындай сорғытып аламын. Сосын барып табаққа әдемілеп жинайтын боламын. Асқан картошка піскен кезде ортасынан бөліп балықтың қасына осылай пісіріп аламын. Тұз ештеңе қоспаймыз. Асқан кезде қостық, содан дәмі шығады. Өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Бетін пиязбен әсемдейміз. Дәмі енді керемет. Видеоға лайк басып комментарий жазып кетіңіздер.